Ассалаумағалейкум құрметтілер, сіздермен бірге ағартушылық бағыттағы жоба Білтіп подкаст арнасына қош келесіздер. Каналымызға тіркеліп, үлпіл басып көпшілікке бөлісіп отырыңыздар. Баршаңызға пайдалы болсын. Енді түсіріліміміздің, яғни жобаның басты серіктесі әрі демеушісі Атлас туризм компаниясы. Сенімді әрі сапалы сапар Атлас туризммен бірге. Бүгінгі тақырып бізде тіршілігіміздегі басымдық беретін істер, яғни былайша айтқан кезде приоритет деп айтамыз ғой көпшілік қоғамда. Тақырыпты толықтай кеңінен ашықтап беру үшін ұстазымыз Нұр-Мурак университетінің аға оқытушы, ризық және табыс кітаптарының авторы, ғылым докторы Құрманғазы Тұрмаханұлы. Ұстаз, сөз өзіңізде. Жақсы. Олай болса, біз өткендегі тақырыбымызда бар болу дегенді қозғағанбыз. Енді бұл сол тақырыбымызбен байланысты. Енді адам бар болғаннан кейін біз енді төрт тарапын айттық өткенде. Ол тәндік, физикалық, және де рухани, және де эмоциялық, және де интеллекттік деп төртке бөлгенбіз. Оны төрт құбыла деп атап өттік оны. Жақсы, енді одан кейін ары қарай қалай болады енді. Соның жалғасы ретінде тіршілігімізде бір басымдық беретін істер бар. Негізінде осы жерде айтып кеткен дұрыстар, негізінде өмір деген бір басқа, тіршілік деген тағы бір мағына өзі. Енді көбіміз өмір деген, тіршілік деген ол бір екеуі бір синоним секілді көп қолданады, бірақ олай емес. Тіршілік дегенде Құранда мысалы Әл-хаяту дуния деп айтады. Хаят, яғни тіршілік. Ал өмір болатын болса, ол өмір, оны умр деп айтады. Бұл енді бір уақыт. Тіршілік ол кәдімгі өздеріміздің күнделікті істеріміз. Жақсы, олай болатын болса, біз жаңа басымдық, немесе приоритет, немесе арабша айтқан кезде, немесе діннің жаңағы шариғаттың тілімен айтқан кезде әулауият деп айтады оны. Әулауият, яғни бірінші тұратын нәрсе деген сөз ғой. Айтып жатырмыз ғой, тіршілігіміздің бір өміріміздің сапасы кетіп қалуы мүмкін. Оның енді көрінбейтін себептері басымдық беретін істерге басымдық бермей қойған кезде. Яғни одан кейінгі екінші деңгейдегі істер бар. Ол енді екінші деңгейдегі істер дегенде қалай? Оның уақыты жағынан, оның маңыздылық жағынан, және де орындау керек істер бар, соны тәрк етіп тұрып, орындауы қазіргіше асығыс емес. Сондай бір істерді соның орнына қойып қойған кезде біздің жаңағы арбамыз кейін кетеді. Қанша мысалы талпынсақ та, ол не болады? Ары қарай қадамымыз кейін кете беретін бір жағдайлар болады. Оны адам енді көпшіліктер оны ескермейді, әрине. Ескермеген себебі алдымен білмейді. Сондықтан енді Құранда бір аят айтады ғой. Білетіндер мен білмейтіндер тең бе деп айтады. Тең емес, бұл енді риторикалық сұрақ қой. Сұрақ емес негізінде, тең емес деп тұр ғой. Демек, біздің тіршілігімізде бір басымдық беретін істерді біз білуіміз керек. Енді оның әрине оның басында біз мынандай бір ілім бар, мақасиду шариға деп айтады оны. Шариғат мақсаттар деп айтады. Ол енді біздің осы сұхбатымыз көрермендерге жету үшін мына жан жағымыздан түсіп тұрған шамдар, жарықтар, және де дыбыс үлкейткіштер, микрофондар болу керек. Олар мақсатты істер. Енді онсыз ол болмай қалады. Тура сол сияқты біздің тіршілігімізде де бір істейтін істеріміз бар. Соның мақасиду шариға деген пән бар, сол жерде ескеріледі. Енді оның басында біз бесеу деп айтамыз. Ад-даруратул хамс деп айтады. Бес нәрсе. Зәрулі бес нәрсе деп айтады оны. Ол неге зәрулі жалпы? Біз айтып кеттік жаңағы бізде өмірімізде жалпы зәрулі деген нәрселер бар, қажетті деген нәрселер бар. Содан кейін кемелдік деген нәрселер бар. Осы үшеуін ескереміз. Бірінші енді дарурат әл-хамстың қайсысы? Бесеуін айтқан кезде бірінші дін тұрады. Одан кейін жан, одан кейін нәпс деп айтады. Үшінші ақыл. Төртінші адамның ары, немесе кейбір ғалымдар оны тек деп айтады, нәсіл деп айтады немесе. Бесіншісі ол мал-мүлік. Қазіргі тілмен айтқан кезде ақша. Енді осының басында айттық қой біз, дін деп айттық, оны сақтау керек екен. Енді сақтау деген ол қалай болады деп айтасатын болсаңыз, сақтау ол жоқ болып кетуден. Сақтау, қорғау, немесе ары қарай дамыту. Осы екі түрде болады. Көрермендерімізге де
бір түсінікті түрде болу үшін бір осыны бір жазуды мақсат етейік. Сақтау болатын болса, енді оны біз жаңа айттық қой, екі түрде болады деп. Ол бірінші қорғау, жоқ болып кетуден қорғау. Екіншісі ол дамыту, көрдіңіз. Яғни бұл екі түрде болады сақтау. Міне қорғау болса, мысалы қалай? Сіздің жаңағы біз айттық қой, ең соңғы бесіншісі. Ақша, яғни малды. Ақша, мал мүлік немесе. Оны қорғайсыз. Ұрудан, немесе жаңағыдай алаяқтардан, немесе сақтандыру. Сақтандыру деген бар ғой? Иә. Мәселен, сақтандырасыз. Бұл да соны қорғауға жатады. Немесе жаңағы жазғы дөңгелектеріңізді қысқы дөңгелектерге ауыстыру. Көлігіңізді. Иә. Мысалы, көлікке келетін болсақ, көрдіңіз. Немесе жаңағы ақша болатын болса, инвестиция салу. Көрдіңіз. Оны біз не істейміз? Дамыту деп айтамыз. Қорғау жаңағы түрде алаяқтардан, басқадан. Мысалы, біздің ризық кітабымызды алайық, алысқа бармайық. Ол бізбен бірге не істеп жатыр? Басқа бір жалпы алаяқтық жолмен ол не істеді? Басылды. Заңсыз. Және де сатылды. Көрдіңіз. Бұл екі әрекет жүзеге асты. Біздің келісім болған жоқ. Біз оны білген жоқпыз. Осы жақында ғана білдік. Не істеп жатыр? Басылды, сатылды. Ол біздің мүлкіміз, шығармашылығымыз. Біз не істеуіміз керек? Сақтауымыз керек. Сөйтіп біз тиісті орындарға жүгіндік, қорғау мақсатымен. Енді ары қарай біз не істеуіміз керек? Дамыту, оны көпшілікке ұсынуымыз керек. Көрдіңіз. Тоқтатпай. Ұсыну керек. Ал ұсыну неден тұрады? Ол сату өнерінен тұрады. Көрдіңіз, мысалы. Мысалы, жаңағы сату бөлімі деген тұрады өз алдында. Мысалы, бір үйді тұрғын үй кешенін сатады, қорғайды. Тура сол секілді біздің арымызда сондай. Біздің арымызда. Енді біздің жаңағы кітабымыз сапасыз түрде басылып шыққаннан кейін парақтары шашылып оқыған кезде шаңдық емес. Не істейді? Біздің жаңағы репутация деп айтамыз ғой. Арымыз. Біздің арымызға не істейді? Тиіседі. Солай. Біз не істейміз? Сол кезде қорғап шығамыз. Тура сол секілді жаңа бесеуінде не істеуіміз керек? Сақтау керек екен. Дін болсын, немесе адамзаттың ары болсын, немесе жаңа ұрпағы тегі деген секілді. Немесе ақыл болсын. Ақыл да сондай. Осы екі түрде жүзеге асады екен. Сақтау ол қорғау мен дамыту арқылы жүзеге асып жатады. Енді біз жаңа айтып жатырмыз, бірінші ол не? Басында дін деп айттық. Енді осы жерде айтып кететіндей бар. Діннің 5 парызы соған кіреді. Бұның біз діннің тірегі деп айтамыз бұларда. Мәселен, 5 парызда намаз, немесе қажылық. Қажылық. Енді көптеген адамдарды көреміз, умраға кетіп жатады. Умраға мысалы мен танитын адамдар бар. Жылына 1-2 рет, 3 рет барады. Бірақ әлі қажылыққа бармаған. Ал қажылық болатын болса, ол адамнан сұралатын нәрсе, мұсылман ретінде. 5 парыз ғой өйткені. Ал умра ол 5 парызға жатпайды. Бұл тек мысал ретінде айтып жатырмын. Енді бұндай істер жаңағы бесеуінде басымдық беретін 5 нәрсеміз бар ғой біздің. Зәрулік, 5 зәрулік. Сол 5 зәрулікті адамдарды зерттеген кезде қарасаңыз, мысалы, осындай жаңағы басымдық беретін емес тірліктің артынан жүреді. Бірінші соны істеп жүреді. Жаңа айтып қой, мысалы, қажылық парыз болатын болса, ол қажылықты жасамайды даған бірнеше рет умраға барып қойған. Көрдіңіз? Ал умра не істейді бірінші? Умра ол оған не керек? Бірінші күш керек, уақыт керек, және де оған қаржы керек. Көрдіңіз? Қаржы. Енді осы бірнеше умраның қаржысын, 2 умраның күші мен уақыттың қаржысын ол жаңағы парыз болған қажылыққа жұмсаса, онда қажылықты өтеген болады. Көрдіңіз? Бұны не деп жатырмыз? Басымдылық беретін істерге мысал ретінде айтып жатыр. Яғни приоритет қой, былайша айтқан кезде. Басымдылық беру керек. Діндегі
әуләуият немесе приоритет. Умраға баруды жоспарлап жүрсіз бе? 16 жылда 70 мыңнан астам қажыны ұлы сапарға жіберген Атлас Туризм компаниясы сіздің де умра сапарыңыздың сенімді серіктесі болуға дайынбыз. Эйр Астана әуе компаниясымен ұшып, 4-5 жұлдызды қонақ үйге тұрақтап, білікті диетуста жетекшілігіңізбен умраңызды атқарыңыз. Сіздің қасиетті мекендегі құлшылыққа толық көңіл бөлуіңіз үшін сіздің барлық жағдайыңызды толық қамтамасыз ететін боламыз. Ұшу Алматы, Астана, Шымкент, Ақтау қалаларынан жүзеге асады. Толық ақпарат алу үшін төмендегі WhatsApp номерге немесе описаниядағы ссылкаға өтіңіз. Жақын адамыңызға назар аудармай, немесе мән бермесеңіз, немесе көңіл бермесеңіз, жаңа алыс адаммен уақытыңызды өткізіп жатсаңыз, ол енді көп қой көріністер. Мысалы, екі үйдің біреуінде бар шығар ондай қазіргі жағдайда. Телефонына қарап отырады, анасы болсын, әкесі болсын. Баласы келді, оның баласы бір нәрсе сұрап тұр. Өзіне қаратпақшы, өзімен ойнағысы келіп тұр, мысалы, көрдіңіз бе? Яғни бауырымен ойнады, енді анасымен кітап оқығысы келеді, немесе ойнағысы келеді деген секілді ғой. Аулаға шығар деп өтініш жасап тұрған болуы мүмкін. Ол не істейді? Телефонына қарап отыр. Қазір деп қояды. Көрдіңіз бе? Сонда не болды? Бала бірінші тұрған, ол басымдық беру керек қой. Негізі приоритет бала. Телефонның ар жағына тұрған адам кейінгі нәрсе. Енді бұны неге айтып жатырмыз бұл? Бұл біздің тіршілігіміздегі басымдық беретін нәрсені тәрк етуден, тастаудан болады осындай нәрселер. Өйткені бір хадисте айтады ғой, ати күллі зи хаққин хаққаху, әрбір хақ иесінің хаққысын бер деп айтады. Бұл ереже, діндегі ереже. Міне, дін деп отырғанымыз осы. Дін дегеніміз не сонда? Адамның тіршілік етуіндегі бір жүйе ғой. Дін дегеніміз ол тіршілік етудің бір жүйесі. Қандай? Жақсы жүйесі әрине. Ол жақсы жүйені қолға алу үшін Құранда бұйрықтар мен тыйымдар келген. Әмір уән нахи деп айтады. Мынаны істе, мынаны орында, мынаны орындама, мынадан бас тарт деген секілді. Көрдіңіз бе? Мысалы, арақтан бас тарт деп айтты ма? Иә. Арақты таста деп айтты ма? Иә. Олай болатын болса, біз тастасақ, көрдіңіз бе? Не істейміз? Онда біз басымдылық берген боламыз. Қалай? Біз денсаулығымызды сақтаған боламыз. Біз қаржымызды сақтаған боламыз. Біз арымызды сақтаған боламыз. Солай ғой? Біз дінімізді сақтаған боламыз. Біз ақылымызды сақтаған боламыз. Осы, мысалы, бір арақтың өзі, көрдіңіз бе, осы бесеуімен байланысты екен. Енді оның басында әрине бірінші ақыл тұрады. Енді көптеген ғалымдар бірінші тәртіппен сөйлейтін болсақ дін деп айтады. Енді мен кішкене оны өзгерткім келіп тұр. Онда енді ешнәрсе емес, онда тұрған ешнәрсе жоқ. Енді Абай атамыз айтады, аят хадис емес қой, күпір болдың демес қой деп айтады. Енді ол жерде біз аят мен хадисті бұрмалап жатқан жоқпыз. Ғалымдардың бір тәртібін, бір жағдайға қатысты біз енді ақылды айтқымыз келіп тұрды. Орнын ауыстырып жатырмыз. Ешқайсысын бір кем еткен жоқпыз. Неге? Енді неге біз ақылды айтқымыз келіп тұр? Өйткені ақыл болмаса ол дін болмайды. Ақыл болмаса ол дін болмайды. Абай атамыз 28-ші қара сөзінде айтады ғой. Құдай тағала дейді, әрбір ақылды адамға иманды парыз еткен дейді. Әрбір иманды адамға ғибадат парыз еткен дейді. Көрдіңіз бе? Ғибадат деп жатқанымыз дін. Сонда Абай атамыздың айтқан ізімен жүріп жатырмыз да. Сонда бірінші енді тағы да бір сөзінде айтады ғой, ақыл сенбей сенбеңіз дейді. Бір іске келіссеңіз, ақыл сенбей сенбеңіз дейді. Олай болатын болса, діннің өзін қабылдап алатын өзі адамзаттың ақылды өзі нығмет етіп берген ғой негізінде. Енді ақылды жоққа шығарып жіберетін, алыстататын, қолдандырмай тастайтын ол арақ. Көрдіңіз бе? Арақ. Ол абыройды да кетіреді, адамның жұмыс істеу қабілетін де кетіреді. Өйткені жұмыс істеу дегеніміз не ол? Ол қоғамға, айналаға, өзіңе, отбасыңа пайдалы болу деген сөз ғой. Ал адам пайдалы болған кезде оның пайдасы артады. Мысалы, мен пайда болғанның деңгейіне қарай маған да пайда келеді. Өйткені әлемде алу беру деген заңдылық бар ғой. Осы заңдылықпен жүретін болсақ, алу беру, бермейінше аламаймын. Осы
заңдылықтар, ережелер дінде нақты айтқан кезде Құранда айтылған аяттар. Не дейді Құранда? Лән таналу бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун. Өздерің жақсы көретін, өздерің үшін қымбат нәрседен инфақ жұмсамайынша жақсылыққа жетпейсіңдер дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз не деп жатырмыз? Жаңағы ақылды айтып жатырмыз ғой, біз ақылдан бастадық. Яғни ақылды сақтау қалай болады деген кезде бірінші қорғауымыз керек екен. Қорғаймыз оны. Қалай қорғаймыз? Мысалы арақ ішуден, наша шегуден. Және де ақылды мысалы алыстататын нәрселер бар. Мысалы не? Ол ашу. Ашу тұрған кезде ақыл тұрмайды ғой. Және де осы ашумен көптеген адамдар ерлі зайыптылар жаңағы ері әйеліне талақ беріп қояды. Міне көрдіңіз бе? Ашудың үстінде. Қызбалықпен. Иә, сөйтіп өкініп жүреді. Бұл неден болды? Ақылды кетіретін ашу деген жаңа эмоциямен. Олай болатын болса, кейбір эмоцияларымыз бар екен, ол ақылдан бізді алыстатады. Және де қорғау деп жатырмыз ғой. Қорғау жаңағы біздің кішкене балаларымыз. Қазір компьютерде немесе жаңағы телефондарда көптеген ойындар бар. Ол енді кітап оқудың орнына не істейді? Соған қарап бірнеше сағат отырған кезде ол ақыл қозғалмайды ғой. Және де кітап оқитын көз жаңағы нәрсеге ойындарға жұмсалады. Ал көз не болады? Оны қорғау, ол жаңағы жанды қорғаумен, тәнді қорғау деп айтамыз ғой. Жаңағы бесеудің ішіне кіреді ол. Зәрулік. Бес зәруліктің ішіне кіреді. Сонда біздің күнделікті тіршілігімізде осындай басымдық беретін нәрсеге емес, екінші тұрған, үшінші тұрған нәрселерге басымдық беріп қойғандықтан не істейді? Денсаулығымызда болмайды, абыройымызда да болмайды онша. Діннен алыстаймыз, ардан алыстаймыз, абыройдан, және де ақшадан алыстаймыз. Ақылдың өзі де алыстан қарап тұратын сияқты ғой бізге сол кезде. Көрдіңіз бе? Мына Құранда Әл-Маида деген сүре бар. Маида деген енді жалпы біздің тілімізде дастархан деген сөз ғой. Дастархан деген сөз. Сол Маида сүресінде осы бесеуінің бәрі келген ғой. Бір сүреге жиналған. Енді былай айтады, мысалы Құранда осы Маида сүресінде Я аюхаллазина аману ман яртадду минкум ан динихи фасауфа я'тиллаху биқаумин юхиббунаху ва юхиббунаху деп айтады. Яғни мағынасы не? Иман еткендер дейді. Сендерден кім діннен бас тартатын болса, діннен бас тарту дегенде ол түсіндірдік жаңағы. Көпшілік ойлайды, намаз оқымай қою деп айтады. Ол ғана емес. Діннен бас тарту деген сөз ол былай ғой. Дін дегеніміз ол адамның тіршілік, яғни өмір сүру, немесе тіршілік ету жүйесі. Ол қалай жүзеге асады деген кезде адамның өзімен қарым-қатынасы, жаратушысымен қарым-қатынасы, айналадағы адамдармен қарым-қатынасы, және де тіршілік иелерімен. Ол жаңағы мал болсын, төрт түлік мал, немесе ит мысық болсын, немесе жаңағы су, ауа, өсімдіктер, айнала табиғат, солымен қарым-қатынасы. Ол аят хадисте толып жатыр осы. Осыны сақтау керек екен, осыларға жақсы түрде қарау керек екендігін бәрі айтылған Құран мен хадисте. Олай болатын болса, біз жаңағы айналамызбен қарым-қатынасымызды түзесек, сонда біз дінімізде түзеледі екен. Ол қарым-қатынасты жоғалтып алатын болсақ, дін жоғалды деген сөз. Ол тек намаз оқумен мен діни адаммын деп айту өте қате нәрсе. Көрдіңіз бе? Енді аят айтып жатыр ғой. Кім діннен қайтатын болса дейді. Діннен бас тартса деген сөз енді түсінікті болған шығар. Діннен бас тартса деген сөз ол тек намаздан тәрк етсе деген сөз ғана емес. Бұл жаңағы біздің анықтамамызға сай. Барлығы. Яғни мен өзімді күтуден бас тартам. Мысалы, маскүнем адамда дін болмайды.
яғни күнделікті 2 күннің бірінде мас болып жүретін адамда ар да болмайды, абырой болмайды ғой. Яғни ол адамның өзінің денсаулығы кетеді. Көрдіңіз бе, өзіңмен қарым қатынас деп жатқаным сол. Отбасымен әрдайым кикілжің бір түсініспеушілік жағдайында қарым қатынасы өте нашар. Ал енді ондай адамның жұмысы бола ма? Мысалы, сізге бір компанияңыз болатын болса, жұмыс беретініңіз 2 күнде бір мас болып жүретін адамға. Мас адамға жұмыс бермейді. Өйткені сенімнен айырылған адам. Көрдіңіз бе? Сенімнен айырылған адамға енді ол одан пайда күту бір әбестік нәрсе. Көлігіңіздің кілтін бермейсіз ол адамға. Демек, жұмыс тапсырмайды ешкім. Жұмыс тапсырмағаннан кейін ол адам, жұмысы болмағаннан кейін оның адамның қаржысы да болмайды, ақшасы болмайды. Ал енді ол, көрдіңіз бе, енді ол адамның қаржысы болмағандықтан не болады? Адамның абыройы, құрметі, сыйы кетіп қалады. Абай атамыз айтады ғой, жалға жүр, жат жерге кет, мал тауып кел, малың болса, сыйламай тұра алмас ел дейді. Міне, бұл заң, жалпы ереже, тіршіліктің ережесі ғой. Олай болатын болса, жаңағы ақылды сақтамайтын арақ ішумен адам айналасындағы адамдардан сенім, яғни адамдардың сенімін жоғалтып алады. Ол адамда жұмыс болмайды. Ол адамда сәйкесінше қаржы болмайды. Қаржы болмағандықтан ол адамда сый құрмет те болмайды екен. Және де бұл енді дінге қатысты. Дінді сақтау деген бірінші аятымыз. Дінді сақтау. Ол не деді? Кім діннен бас тартатын болса, Алла Тағала бір қауымды, тағы бір адамдарды алып келеді деді оның орнына. Көрдіңіз бе? Ол адамдар не істейді екен? Олар Алланы сүйеді екен, Алла да оларды сүйеді екен. Алла оларды қалай сүйеді деген кезде, немесе ол адамдар Алланы қалай сүйеді деген кезде, жаңағы бұйырылған, тыйылған істерді орындаумен болады. Екіншісі ол не? Жанды сақтау. Жан сақтауды аятта келген бізде. Онда ол жайлы айтады: «Аннаху ман қатала нафсан биғайри нафсин ау фасадин фил арди факааннама қатала наса жамиа ва ман ахияха факааннама ахия наса жамиа». Көрдіңіз бе? Оның мағынасы не? Енді кім нахақ түрде, хақсыз түрде бір адамды өлтіретін болса, немесе жер бетіне бөліншілік жасайтын болса, бөліншілік дегеніміз ол енді түрлі суреттері бар, оның көріністері бар. Мысалы, бөліншілік дегенде ақылдың бөліншілігі, немесе мінез құлықтың бөлінуі. Енді Абай атамыз айтады ғой, қарыны тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын дейді. Немесе жаңағы ақшаның бөліншілік жасау қалай? Мысалы, ол жаңағы пайыз, мысалы, өсім беру. Немесе ұрлап ақша табу. Немесе алаяқтықпен ақша табу. Бұлар не болады? Жаңағы сізге таза күйінде келейнеп тұрған ақшаны саластан естейсіз, жаңағы жолдармен бүлдіріп аласыз. Дұрыс емес жолдармен. Сол сияқты біз не дедік? Жаңағы адамның мысалы өзінің бір таптаза ар бар еді. Онда не істеді ол? Жаңағы денесіне жаңағы зиянды нәрселерді қабылдау арқылы ол не істейді? Өзінің тәнін және де жанын кірлетеді. Көрдіңіз бе? Мысалы, бір хақсыз түрде жаңағы фотоның немесе бейненің астына өз пікіріңізді білдірсеңіз, және де ол жерде шекарадан шығып кететін болсаңыз, онда не болады? Сіздің арыңызға кір келеді. Сіз әрине оны байқамауыңыз мүмкін. Бұл енді қоғамда өте көп, тренд қой, былай жаман. Көрдіңіз бе? Өте. Сонда ол адамның арына, ал енді жаңағыдай орынсыз нәрселерді салып жатқан адамға да ол да арына кір келетін нәрсе. Неге? Өйткені адамдардың орынсыз сөйлеуіне ол да бір себепкер болды есебі. Көрдіңіз бе? Сондықтан не істеуіміз керек? Біз арымызды, абыройымызды сақтауымыз керек. Яғни бұл жерде енді шыны керек сол ақыл деңгейінде жұмыс жасаса, яғни жаңа салған адамда, салушы да, блогер дейік, мысалы, басқа дейік, енді ақпараттық. Және оның астында пікір білдіруші халық. Сол екеуінің де ары сақталу үшін жалпы ақылдарына өте бекем қарау керек. Әрине.
Енді біз айтып жатырмыз ғой, ол нәпсі деген сөз мынау адамның тәніне де қатысты, жанына да қатысты болады. Тән, адам жан мен тәннен тұрады ғой. Сонда тәнді де қорғау керек, жанды да қорғау керек. Енді Шәкәрім атамыз былай айтады ғой, басында жан мен дене екі басқа, жан шыдап тұра алмайды қозғалмасқа, дене сауыт сықылды жанның орны оғанда күту керек бұзылмасқа деп айтып жатыр. Көрдіңіз бе? Яғни ол тәнді де қорғау керек екен, жанды да қорғау керек екен. Жанды бұзылып кетпес үшін не істеу керек екен? Ол жан үнемі қозғалып тұру керек екен. Енді өткенде мысалы Шәкәрім атамыздың бір сөзін келтірдік біз. Не деп айттық? Жарылыс басы қозғалыс, қозғауға керек қолғабыс. Қозғалмаса көшпейді, көшпеген нәрсе өспейді, өспеген нәрсе өзгермес, түрден ол түрге түспейді деген сөзін біз келтірдік. Олай болатын болса, жанның ең бір азығы, жанның азық табу керек қой. Тәнде азық табу керек мысалы. Жанның азық табу ол үнемі қозғалыс екен. Ол қалай қозғалыс? Ол жаңа оймен, пікірмен, ақыл және де ғылым іздеумен болады екен. Абай атамыз айтады ғой, жан құмары Істемек, біліп алмақ. Көрдіңіз бе? Жан құмары, істемек, біліп алмақ. Яғни не істейді? үнемі қозғалыста. Үнемі қозғалыста тұру керек екен. Үнемі қозғалыста болу керек екен. Сол кезде не істейді екен? Жан қозғалып тұрады екен, ол өлмейді екен сонда. Сонда дініміздегі жанды қорғау дегеніміз, жанды сақтау дегенімізде сондай болады екен. Қалай? Мысалы, жаңағы неге келетін болсақ, қорғау мен сақтау. Сақтау ол терең оймен, адам болам десеңіз деп айтты ғой, талап еңбек терең ой. Ол жаңағы өзімізге арымызға нұқсан келетін бір мінез құлықтан сақтау керек екен. Мысалы, уәде бересіз, орындамайсыз. Бана сіз айтқандай сол бір ашушаңдық, өтірік айту, немесе қатты ашуға берілу деген секілді, ол жауапкершіліктен бас тарту деген секілді, олардың бәрі адамның жанына нұқсан беретін, кірлететін нәрселер екен. Осыдан сақтану керек. Құрметті оқырмандар, енді бүгінге түсірілім аяқталды. Парақшаға тіркеліп, бөлісіп отырыңыздар, көпке пайдалы болсын. Ең бастысы пікір қалдыра отырыңыздар, және пікірлеріңіздің ішінде сұрақ болса да бұл өте маңызды біз үшін. Баршамызға пайдалы болсын.